Шыңғыс Айтматов, Қошбол Гүлсары. Бұл көркем туындыда Танабай мен Гүлсарының өмірі баяндалады. Қарт адам мен қарт жылқының қамшының сабындай қысқа өміріндегі қызығы мен шыжығы мол достықтары суреттеледі. Әңгіме жол үстінен өрбиді. Жолшыбай келе жатқан екі достың өмірлері естелік болып санада пайда бола бастайды. Танабайдың алғаш рет Гүлсарыны қалай жолықтырғаны суреттеледі. Оны күтіп баптап жорғалардың қатарына қосқаны айтылады. Ең алғашқы шабысынан-ақ Гүлсарының бабы мен бабы жанғаны суреттеледі. Бірақ Гүлсары үкіметтің жылқысы болғасын жоғары билік өкілдері оны алып кетеді. Гүлсары десе адамдардың аузынан су ағып, көз алдына жүйрік бірақ әспеттейді. Екі дос екі жаққа кеткен соң өзінше өмірлері басталады. Танабай мал бағып кетеді. Досынан айырылған жүрегі шыдамай ол парт билейтін табыстайды. Осылайша оның шора досы да өмірден озады. Гүлсары да Танабай да аз қиыншылық көрген жоқ. Екеуі ешкімге керек болмай қалған кезінде қайтадан жолығады. Міне, осылай жол үстінде тұлпар өмірден озып, трагедиямен аяқталады. Гүлсарының шабысындай өткен өмірде қиыншылықта, қуанышта болады. Жылқының